Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ауызашардың бүгінгі мәзірінде өте дәмді әрі жылдам уақытта дайын болып пісетін осындай макарон ұяшықтарын дайындаймыз. Бұл тағамның көрінісі де ерекше әдемі көрінеді, және де осы тағамның жанына тойымды мужской каприз салатында бірге дайындаймыз. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмай, өткізбей соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз. Тағамымызды әзірлеу үшін бізге фарш керек, және де бір пияз бен чеснокты осылай теркадан өткізіп қоямыз. Пиязды ұсақтап турап алып, фарштың үстінен қосамыз, және де чеснокты саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Барлығын салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мінеке араластырып алдық. Енді фаршты видеода көрсетілгендей осылай қолымызбен жақсылап қысып дөңгелетіп аламыз. Көлемі макаронның ұяшықтарына сиятындай қатты үлкен болып кетпеу керек, немесе қатты кішкентай болып қалмасын. Осылай орташа көлемде барлығын дөңгелетіп дайындап қоямыз. Ал келесі кезекте тағамымыздың подливкасын әзірлейміз. Ол үшін орташа көлемді 2 пияз, сәбіз қажет. Пиязды ұсақтап турап аламыз, ал сәбізді үккіштің майда көзінен өткізіп дайындап аламыз. Енді табамызды қыздырып, кішкене сұйық майды құйып, бірінші пиязды салып жақсылап қуырамыз. Шамамен 2-3 минуттың көлемінде кішкене қызарғанша пиязды қуырып аламыз. Мінеке пиязымыз қуырылып шықты. Енді келесі кезекте сәбізді салып қуырамыз. Оны да шамамен 2-3 минуттың көлемінде кішкене көлемі басылғанша жақсылап қуырып аламыз. Сәбізімізде біршама қуырылып шықты. Енді 2 ас қасықтай томат пастасын қосамыз. Мен жазда жапқан огонёкты салдым. Барлығын жақсылап тағы да араластырып аламыз. Дәміне қарай тағамымызға тұз саламыз, қара бұрыш қосамыз, және де басқа да өздеріңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Мен универсальный приправаны қостым. Тағы да жақсылап араластырамыз. Осымен дайын. Енді үстінен суын құйып қайната берсек болады. Суымызды макарон ұяшықтары батып тұратындай көлемде құйып аламыз. Енді толықтай қайнап шыққанын күтеміз. Енді ұяшықтарды салып шығамыз. Менде осындай сұлтанның ұяшықтары, кез келген басқа түрі де бола береді. Мінеке осылай тізіп бір-біріне жақын орналастырып салып шығамыз. Мінеке салып шықтық. Енді орталарына, яғни ұяшықтарына жаңағы дайындап алған фаршты салып шығамыз. Барынша нығыздап, жаңағы ортасына сиятындай көлемде жақсылап орналастырамыз. Енді кішкене газдың астын баяу етіп қойып, суы азда болса суын дұрыстап құйып аламыз. Енді қақпағын жауып 20-25 минуттың көлемінде толықтай пісіріп аламыз. Фарш піспей қалады деп қорықпаңыздар, толықтай піседі. Мінеки 25 минуттай тұрды. Енді осы сәтте алдын ала үккіштен өткізіп дайындап қойған ірімшікті сала берсек болады. Кез келген жақсы еритін ірімшікті қолданыңыздар. Ірімшігі толықтай ерігеннен кейін тағамымызға кез келген аскөкті сеуіп, дастарханға ұсына берсек болады. Осымен дайын. Өте дәмді, көріп тұрғандарыңызға ешқандай қиындығы жоқ, жылдам уақытта пісіп шығады. Әсіресе асыққан уақытта дайындасаңыздар болады. Құрметті менің сүйікті көрермендерім, видеоларым аз да болсын пайдалы болып жатқан болса, каналға төмендегі подписаться батырмасын басу арқылы тіркеліп алыңыздар. Ал біз келесі кезекте осы тағамның жанына өте дәмді, тойымды мужской каприз салатын бірге дайындаймыз. Салатқа қажетті заттардың барлығын пісіріп қойдық. Жұмыртқа, картоп және де піскен ет, сондай-ақ ірімшік пен бір пияз қажет болады. Ең алдымен біз пиязды маринадтаймыз. Ол үшін осылай видеода көрсетілгендей өте ұсақ етіп турап аламыз, және де бөлек бір ыдысқа салып аламыз пиязды. Салатта пияздың болғанын қаламасаңыздар, қоспай-ақ қоюға да болады. Мінеке салып алдық. Енді үстінен кішкене ғана тұз қосамыз. Одан кейін 9% уксустан бір ас қасықтай қосамыз, және де
қайнап тұрған ыстық су құйып, пиязымызды 5 минутқа қойып қоямыз маринадтауға. Оған дейін біз піскен етімізді тураймыз. Піскен етті қатты ірілемей ұсақтап турап алыңыздар. Мен кішкене ірі етіп турап қойған екенмін. Және де картопты үккіштен өткізіп алдық. Ірімшікті де үккіштен өткіземіз. Және де жұмыртқаны да осылай ұсақтап турап аламыз. Ал енді салатты жинауға кірісеміз. Тарелкаға әсемдік үшін бірінші осылай салат жапырақтарын төсеп алдым. Одан кейін бізге кольцо қажет. Кольцоның диаметрін 18-ге қойып алдым. Кольцо болмаған жағдайда майонездің немесе қаймақтың пластмасс шелегінің түбін алып тастап қолдансаңыздар болады. Бірінші кезекте кольцоға етті салып жақсылап басып тегістейміз. Одан кейін жаңағы маринадталған пияздың суын төгіп тастап, сол пиязымызды салып шығамыз. Оны да тегістеп, үстінен майонезді себеміз. Майонез қатты көп болып кетпесін. Енді қасықтың көмегімен барлық жағынан біркелкі етіп жағып шығамыз. Келесі кезекте біз теркадан өткізілген картопты салып шығамыз. Оны да тегістеп, үстінен кішкене ғана тұзды себелеп қоямыз. Одан кейін майонезімізді жағып аламыз. Келесі қабатқа піскен жұмыртқаны саламыз. Оны да жақсылап біркелкі етіп тегістеп, үстінен кішкене тұз сеуіп, майонезін жағып аламыз. Құрметті көрермендер, қазақ тілді контентті қолдап, менің кулинарлық каналымның әрі қарай өсуіне үлестеріңізді қосып, осы видеоға лайк басып, төменде пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Салатымыз дайын болып қалды. Соңында бетіне үккіштен өткізілген ірімшікті саламыз. Осымен дайын. Енді ірімшікті тегістеп алып, біз кольцоны асықпай, ақырын салатты шашып алмай, осылай асықпай алып тастаймыз. Дайын болған салаттың бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп шығасыздар. Осы күйі қалдырсаңыздар да болады. Мен грек жаңғағымен әсемдедім. Осымен дайын, өте дәмді, тойымды салаттардың бірі. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осымен видеомыз аяқталды. Оразаларыңыз қабыл болсын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, төменде пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрзина.